Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сіздермен бірге мен Жиенбаева Перуза Смағұлқызы, Сексеуіл кенті 177-ші орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі. Сіздерге бүгінгі ұсынатын сабағым 8-ші сынып Қазақстан тарихы пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақ-жоңғар шайқастары. Сабақтың мақсаты Қазақ-жоңғар шайқасындағы қазақ хандары мен батырларының ерлігі мен шеберлігіне баға беріп, Аңырақай шайқасының тарихи маңызын түсінесіздер. Жоңғар хандығы 1635-1758 жылдары құрылды. Жоңғар хандығына біріккен төрт ойрат тайпасының шабуылдары әсіресе батыр қонтайшысының тұсында өрши түсті. Соның ішінде 1635, 1643-44, 1651-52 жылдары қазақ жеріне жасалған жорықтардың зардаптары ауыр болды. Жоңғарлардың қазақ жеріне баса көктеп кіру себептері 17 ғасырдың 40 жылдарынан бастап жоңғарлар қазақ хандығына қауіп төндірді. Жоңғарлардың қазақ жеріне жорық ұйымдастыруының бірінші себебі ол Жетісу мен Сырдария өңіріндегі сауда жолдарын басып алу. Екіншіден, солтүстік шекарасын нығайтып, қазақтардан алым-салық жинау еді. Үшіншіден, қазақтардың кең байтақ даласындағы шұрайлы мал жайылымға көздерін тікті. Қазақ елінің тәуелсіздігін жойып, ұлан байтақ жерді өзіне қарату керек болды. Жоңғар қазақ соғыстары отан соғысы деп те аталады. Жоңғар басқыншыларына қарсы отан соғысында қазақ тарихы үшін маңызды зор шайқастардың бірі Аңырақай шайқасы еді. Олай болса, осы кезеңді сипаттайтын білім платформасынан алынған бейне материалға назар аударайық. Аңырақай шайқасы 1730 жылы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Алакөл деген жерде болды. Бұл шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр басшылық етті. Шайқасқа 300-дің жасақтары қатысты. Шайқаста дәстүрлі жекпе-жек орын алды. Нәтижесінде қазақ батыры Абылай жеңіске жетіп, жаудың рухы құлазыды. Шайқастан жеңілген жоңғарлар аңырап, боздап қашты деседі. Сондықтан да осы шайқасты жоңғарлардың аңырауы, яғни Аңырақай шайқасы деп атап кеткен. Бұланты мен Аңырақай шайқастарында жеңіске жеткізген жағдайларға тоқталып өтейік. 300-дің хандары мен батырлары бірігіп қол бастаған болатын. Бұл қазақ халқының ауызбіршілікте әрекет ететінін тағы бір дәлелдеп берген еді. Бірліктің арқасында жоңғарлар қазақтардың ата қонысын тастап қаша жөнелді. Сонымен қатар Әбілқайыр ханның тиімді соғыс тактикалары мен батырлардың ерлігі ерекше рөл атқарды. Жақсы балалар, бейне материалдан бүгінгі сабаққа қатысты біршама мағлұмат алдыңыздар. Аңырақай шайқасында қазақтардың жеңіске жеткенін білдіңіздер. Бұл шайқас неліктен Аңырақай шайқасы деп аталды? Қалай ойлайсыздар? Я, балалар, 1730 жылдың көктемінде Балқаш көлінің оңтүстігінде Аңырақай түбінде жоңғарлар жеңіліс тауып, аңырап қашқан деседі. Сондықтан тарихта бұл соғыс Аңырақай шайқасы деп аталып кеткен. Аңырақай шайқасы біріккен қазақ қолының жоңғар басқыншылығына қарсы 100 жылдық азаттық соғысында бетбұрыс жасаған ең ірі жеңісі. Олай болса, балалар, бүгінгі тақырыпты қаншалықты меңгергенімізді анықтау үшін тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: жоңғарларға қарсы күрескен қазақ батырлары арасынан артығын белгілеңіз. Жақсы балалар, бұл жердегі дұрыс жауапты анықтайық. Жоңғарларға қарсы күрескен қазақ батырлары арасында артығы Шырақ, Тоғылық темір, Едіге батыр, Спитамен. Екінші тапсырма: картамен жұмыс. Кескін картаға тарихи шайқастар өткен жерлерді орналастырамыз. Балалар, тапсырманы орындауда ешқандай қиындық туған жоқ деп ойлаймын. Ендеше
дұрыс жауабына назар аударайық. Бұланты шайқасы 1728 жылы Әбілқайыр мен Бөгенбай батырдың басшылығымен Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде қазақ батырлары бірігіп жоңғар әскерлерін жеңді. 1718 жылы Аякөз өзенінің бойында Қаракерей Қабанбай мен Жауғашар батырларының басшылығымен жаудың қолы талқандалды. Аңырақай шайқасы 1730 жылдың көктемінде Балқаш көлінің оңтүстігінде Аңырақай түбінде жоңғарлардың жеңілуі. Балалар, бүгін сабақта танысқан термин сөздер. Батыр, жеке ерлігімен ерекше көзге түскен ержүрек қаһарман адамдарға берілетін құрметті атақ. Қонтайшы, жоңғар хандығындағы ең жоғарғы билеуші хан. Отан соғысы, отанды сыртқы жаудан қорғап қалуға бағытталған азаттық соғыс. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, Аңырақай шайқасының қазақ тарихындағы алатын орнын анықтадық. Бұл шайқаста қазақ жасақтарының ерліктері мен әскери шеберлігіне тәнті болдық. Үйге тапсырма: Аңырақай шайқасының тарихи маңызын жазыңыздар. Сау болыңыздар.